Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті мұсылман бауырлар. Рамазан айының соңғы 10 күндігінде тұрмыз. 1000 айдан қайырлы болған қадір түні осы күндердің бірінде. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қадір түнін осы 10 күндіктің тақ түндерінен іздеңдер дегенімен, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өзі әр түнді құлшылықпен өткізетін болған. Бұл түндердің әр қайсысы біз үшін өте қымбат. Біздерде бұл түндерге қатысты әртүрлі пікірлер бар. Бір адамдар айтады, бұл түнде ұйықтамасаң болды дейді. Бастысы ұйықтамасаң болды дейді. Ал бір адамдар айтады, бұл түнде дастархан жайып есігіңді ашып қой, Қыдыр ата келеді деген түсінік бар. Дұрысырағы ағайындар, бұл қадір сүресі. Қадір деген сөздің өзі, ғалымдар айтады, бұл тағдыр деген сөз дейді. Екіншісі, осы түннің қадірін біл дейді. Қараңызшы, Алла тағала айтады, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лайлатил қадр. Құр'ан-ы Каримде айтып жатыр. Біз Құр'анды осы түнде түсірдік дейді. Уама адрака ма лайлатул қадр. Сен қадір түні деген не екенін білесің бе дейді. Алла білдірмесе сен қайдан білесің дегені ғой. Лайлатул қадри хайрум мин алфи шахр. Бұл түн 1000 айдан да хайырлы. Танаzzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Осы түні бүкіл періштелер, өте көп періштелер, және Жибрил амин Алланың бұйрығымен жер бетіне түседі дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан, бұл түні періштелер жердегі ұсақ тастардан да көп болады деген, жер бетінде. Және не дейді? Саламун хия хатта матла'ил фажр. Және бұл берекелді түн құлшылық еткендер үшін жаңағы Алланың берекесі таң атқанға дейін жалғасады. Ағайындар, қадірін біл дегені қараңызшы. Осы түнде Алла тағала адамдардың келесі 1 жыл өмірін, тағдырын жазады дейді. Осы түні сұрап ал дейді. Келер жылыңның бақытын, амандығын, балашағаңның денсаулығын, кәсібіңнің берекесін, өміріңнің берекесін осы түндерде сұрап ал дейді. Құрметті мұсылман бауырлар, осы түндерімізді өткізіп алмайық. Не болмаса, ұйқысыз өткізсе болды екен деп, құлшылықтан алыстап қалмайық. Бұл түндерде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Айша радиаллаху анха сұрайды, қадір түні келгенін білсек не айтамыз деген кезінде не дейді? Аллахумма иннака афун каримун тухиббул афа фаъфу анна. Осы дұғаны көбірек айт дейді. Я Алла, сен кешірімдісің, кешіргенді жақсы көресің. Менің күнәларымды кешір деп көп кешірім сұра дейді. Алла тағала дұғаларымызды қабыл етсін.